Всем привет, менің жастарларым. Бүгін мен шаға бармайым деп ойлаймын. Үнін отырып үйде шум жоқ, ішім түсіп кетті. Мен бір история айтам. Мана қолдың қалай болған. Жет соны бояп тастағам, қазір айтам. Оянып отырып айтатын болған мен қазір ғана Яраның қанша қазір көрсетемін. Менде Яра бітіп жатыр, тұстар екем. Яра бітті же, осы соңғысын жақтым қазір. Қайда анау? Міне. Бір жерін кесіп тұрып алдым. Айырып тұрып алғансың ғой. Бұл қалай болды? Короче, мен отырамыз біз сыныпта. Ол кезде сабаққа барғанмын, қолыма тым болмаған. Мектепте болады ғой қолыма. Короче, отырам. Бір кезде екінші сабақ па, үшінші сабақ па? Жоқ, төртінші сабақ почти. Сол кезде қыздар, ұлдар шығады. Мен Аянова деген подругам бар ғой, сіздерге көрсететін. Вот, сол екеуміз сыныпта қаламыз, ол айтады, жүрсе қызық көреміз дейді. Құмашы, қатып қалам, дымым жоқ, еще қолбақ киіп бармағым, еще ішімде бірақ футболка деймін. Ой, жүрші, қойшы дейді да маған. Қойшы. Мынау деймін ғой. Солай біз шығамыз. Короче, таның күн тауып қапты. Айтады, жүр. Немесе мен өзім шығып кетем, өзім құрбысқа қап кетесің да. Сосын ішім пысып отырады деп өзімді ойланып қалдым. Кейін мен іш пысқанды жеп көрем. Өте өмірімде ішім пысқанын қаламаймын, достар. Сол үшін мақыл деп келсем. Біздің сыныпта оны мен сотқа деймін. Нұрғиса, Нишанбай, короче, біздің сыныпта бір Нишанбай ағай бар. Ағай, кәдімгідей менің әкемнің кластасы. Соның баласы, мен оқиды. Бір сол кезде, короче, мен сол балаға атпаймын, ұлдарға анандай атып, қары итпеймін көбінесе. Бір подругам бар, Диана деген, олмен түсірмеген көп. Сол, короче, отырамыз, ол деген. Ол маған атады, мен оған атам деп тұрғанда, ол алдымыздан шығады ғой. Прикольно? Прикол. Бітіп жатыр уақыт. Солай, екінші час болып шақтым. Бүйтеміз. Мені, короче, енді анаған тесіп кетеді, ол маған болыпты деп қоя салады. Бүйтіп кетіп бара жатамыз. Мені, короче, бір бала деген, өзіміздің класстағы Тұрсынәлі деген балаға мен қаратам. Неге атқанын білмеймін, сол кезде не ойлап атқанымды да білмеймін. Атам. Екінші час болады.